Ассалаумағалейкум. Комментарийде көп адам атысып кеткен екен. Шаханов анадай, Мұқағали мынадай деп. Мен үшін өзімнің жеке пікірім, ол екеуі де алып тұлға. Бірінен бірін биік көрмеймін. Екеуі де ішіндегі асыл қазыналарын халыққа берген, халыққа төккен. Көшедегі жүрген бір екі адамның бір емес. Мен үшін екеуі де алып тұлға. Ал Мұхтар Шахановтың жеңіліп тұрып жеңілмеу немесе Бауыржан Момышұлының кешірім сұрауы деген қателеспесем осындай өлеңі бар, іздеп қарап көрсеңіздер болады. Сол өлеңде Бауыржан Момышұлы мен Мұхтар Шаханов сөйлескен екен телефон арқылы. Сол кезде Баукең орысша сөйлеген екен. Сол орысша сөйлегеніне Мұхтар Шаханов ренішін білдіріп телефон қоя салған. Баукеңе айтқан: сіздің сөздеріңізбен ұлттық рухыңызға сіздің іс-әрекетіңіз қайшы болып тұр. Екеуінің арасында қашықтық 2 километр деген сияқты сондай өлең жолдары бар. Іздеп көрсеңіздер болады. Яғни орысша сөйлегеніне ренжіген Мұхтар Шаханов. Сондай сияқты алып тұлға неге орысша сөйлейді деп Мұхтар Шаханов ренжіген, ренішін білдірген. Кейіннен Бауыржан Момышұлы қайтадан хабарласып кешірім сұраған. Яғни менің жүрген ортам орысша, мен орысша сөйлемек түгілі орысша түс көремін деген сияқты енді өзінің қателігін мойындап кешірім сұраған. Жалпы бұл жерден аңғаратынымыз, Мұхтар Шахановтың да өзіндік принциптері бар, өзіндік болмысы бар, қазақ деген жүрегі бар да ол кісінің. Өлеңдерін оқысаңыздар бір шындық. Өзі де айтады ғой, мен әрқашан шындықты айтып келдім деп. Шындық жөнінде, ақиқат жөнінде көп жырлайды ол кісі. Өзіндік стилі бар ол кісінің. Сондықтан ол кісіні Мұқағали жөніндегі пікіріне бола қатты айыптап сөкпеуіміз керек деп ойлаймын. Ол өзіндік ұстанымы, пікірі. Мен осыны айтқым келді. Қалған кейіндер айтармыз. Рахмет баршаңызға. Ассаламағалейкум.